Uzun marketте товарларды сату үшін қандай упаковка қылу керек? Материалды товарлар, яғни киім соған ұқсаған товарлар һәммесіне бір киім өзіне бір QR код жабыстырамыз һәм сыртқы пакетіне бір QR код жабыстырылады. Одан кейін пакет аузын ұзын скотчпенен скотчлаймыз. Одан басқа һәмме товарлардың сыртына бір QR код жабыстырылады. Егер пакет ашылып кету ықтималдығы болатын болса, һәммесі скотч қылынуы керек. Бұл клиентке товарыңыз түсіп қалмау толық бару үшін істелінеді. Ал сыртында коробкасы бар товарлар болса, ямаса коробканың өзі болса, олардың һәммесі стреш қылынады, жиырылып қалмау үшін әлбетте. Һәм оның сыртында бір QR код жабыстырылады. Енді сатажақ болған һәмме товарларыңызды үлкен бір коробкаға салып, uzun маркетке апара берсеңіз де болады. Егер осындай мағлұматлар қызық болса, маған подписка басып қойың.